Қайырлы күн баршаңызға. Алдағы болатын тесттен бастауыш сынып мұғалімдеріне келетін тест сұрақтарын өздеріңізбен бөліскелі отырмын. Бірінші сұрақ: сипаттау мәтініне қойылатын сұрақ қандай? Мәтіннің тақырыбы дегеніміз не? Мәтіндегі негізгі ойды немесе тақырыпты қысқаша атау, мәтіндегі оқиға мен ойдың түйіні. Күшейткіш буын арқылы жасалған сөздер. Тып-тыныш, үлкен. Берілген жиындағы артық элемент. Сілеусін, арыстан, жолбарыс, өрнек, қабылан. Бұл жерде өрнектен басқасының барлығы жануардың атаулары болып келеді. Ең үлкен ғаламшар Юпитер. Жыл басы ертегісіндегі кейіпкердің сөзі «Мен болмасам, қазақ үйін немен жабар еді» деген кім? Қой. Жіктеу есімдігінің септігі. Маған бар шындықты жасырмай айтшы. Бұл жерде жіктеу есімдігі маған. Сұрақ қоямыз: кімге? Маған. Яғни кімге деген бар септігінің сұрағы. Шегіртке мен құмырсқа мысалындағы құмырсқаға қатысты сөздер. Еңбек сүйгіш, шаруақшыл. Жарқырайтын құйрығы бар ғарыш денесі комета. Жапырақтары жалпақ болатын өсімдік. Ылғал сүйгіш өсімдік. Қорқу мағынасындағы тұрақты сөз тіркесі. Екі көз төрт болды, төбешаш тік тұрды, жаны зәр түбіне жетті дейді. Табиғат құбылыстарын тірі адам кейпінде немесе жансызды жанды түрде суреттеу тәсілі кейіптеу деп аталады. Сөйлемдегі сөздер байланысу үшін қажетті қосымшалар қатары: сәуле, іні, ауыр, қал. Сәуленің інісі ауырып қалды. Халқыңа адал бол, жауыңа қатал бол, досыңа адал бол деп айтқан Төле би. Қатардағы артық сөз: мен, өзі, саған, бәрекелді, ешкім, барлығы. Бұл жерде бәрекелді одағай сөзге жатады. Қалғанын бәрі есімдіктің сөздер. Жусанды бойтұмарының ішіне салып алады, елін сағынған сайын жусанды иіскеп мауқын басады деген сөздер бейбарыс сұлтанға қатысты. Мәтін кейіпкері мектепке арналған әліппе, оқулықтар мен оқу құралдарын жазды. Баспасөзге мақалалар жазып, өлең шығарды. Аударма жасады. Крыловтың туындыларын аударып, 40 мысал деген атпен кітап шығарған Ахмет Байтұрсынов. Бақыт құсын іздеген кейіпкер Әмзе. Тасбақаның көбею жолы: жұмыртқа салады. Ел танудың басы. Ел танудың басы қайдан басталады деген әңгіме негізі Бауыржан Момышұлының әңгімесінен алынған. 7 атаңды білуден басталады. Үрме бұршаққа ұқсас жұп мүше бүйрек. Сөйлемдегі сын есімді тап. Бұл кезде күрделі дабыл қағылады. Қандай дабыл күрделі? Яғни бұл жерде күрделі деген сөзіміз сын есім. Шығармада кейіпкердің сыртқы түрін, кескін келбетін суреттеуді портрет деп айтамыз. Өлеңде кездескен тұрақты сөз тіркесі: күзетем деп қақпаны, жаны бір жай таппады, келе жатыр топ қуып шабуылшы оң жақтағы. Тұрақты сөз тіркесі жаны жай таппады. Екінші ұстаз Әл-Фараби. Іші қуыс, бұлшық етті мүше қуық. Ауладағы сенбілікке 420 адам шықты. Олардың 10-нан 3-і ер адам, 10-нан 6-сы әйел адам. Қалғандар балалар. Неше бала сенбілікке қатысты?
бұл жерде 420-ның 10-нан 3-ін тауып аламыз. 10-ға бөліп, соны 3 бөлігін аламыз. Яғни 42-ден 3-ке көбейтеміз. 80, 120, 126 болады. 126-сы ер адам. 10-нан 6-сы әйел болғанда 126-ға 126-ны қосқанымыз 252. 252. Сонда 252-ні жаңағы 126-ға қосып, оны 420-дан азайтқанда 42 шығады. Ауыспалы мағынада қолданылған сөз тіркесі. Ашық мінез. Яғни ашық есік десек, ол кезде есіктің ашық тұрғанын білдіреді. Ал енді мінез ол ашылып тұрмайды ғой. Бұл жерде ауыспалы мағынада қолданып тұр. Сын қимыл үстеуі. Етпетінен әрең. Бала мына жоғалтқан әйелдік екен. Өйткені баланың амандығын тілеп тұр. Баласын өзіне бер деп билік айтқан Қазыбек би. Сескенбеу сөзіне мағыналас болатын сөз қорықпау, яғни қаймықпау. Өз қорегін өзі өндіретін тірі ақса, ол өсімдік. Бұл мәтінде оқиға, құбылыстың себебі түсіндіріледі, дәлелденеді. Ол пайымдау. Омыртқасыз жануар ұлу. Адамдағы ең күшті бұлшық ет шайнау бұлшық еті. Туынды сын есім ақшыл. Ақ десек, негізгі сын есім болатын еді. Шыл, мысалы, қызғылт деген сөзде туынды сын есімге жатады. 90 градустан кем бұрыш сүйір бұрышқа жатады. 90 градус тік бұрышқа, 90 градустан көп болатын болса, 180 градусқа дейінгі ол тоғал бұрышқа жатады. Еліміздегі ұлттық саябақтар құрамына жатпайды. Барса келмес қорығы ұлттық саябаққа жатпайды. Барса келмес ол қорық. Төбешаш тік түрді тұрақты сөз тіркесінің мағынасы қорқу. Ал енді дәл осы сияқты есептер бізде тестте бірнеше сұрақ ретінде беріліп отырады. Әр кезде әр қайсысын тап деп тұрады. Соны ретімен шатаспай тауып отыруымыз керек. 5-ші есепте биіктік табу үшін аға б-ны көбейтіп аламыз. Шыққан көбейтіндіні көлемге бөлеміз. Сол кезде бізде 20 сантиметр шығады. Түсіндіріп жазып кетем. Келесі есепте 3-ші есептегі тіктөртбұрыштың енін тап депті. Бұл жерде де дәл солай тіктөртбұрыштың енін табу үшін аға ашты көбейтіп аламыз. 15-ке 3-ті шыққан санды 90-ға бөлеміз. Яғни 15-ке 3-ті көбейтсек 45, 90-ды 45-ке бөлгенімізде 2 метр шығады. Келесі кестеде көрсетілген 4-ші есептегі тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін бәрін бір-біріне көбейте саламыз. 35-ті 2-ге көбейтсең 70, 11-ге көбейтсең 70-тің өзі шығады. Келесі кестеде көрсетілген 1-ші есептегі тіктөртбұрыштың көлемі. Ол жаңа есептеп шықтым мен. 3-ін 1-ге көбейтеміз. 72 метр куб шығады. Кестеде көрсетілген 2-ші есептегі тіктөртбұрыштың ұзындығын тап депті. Бұл жерде де дәл солай 16-ға 2-ні көбейтіп алып, шыққан санды 128-ді шыққан санға бөлеміз. 4 дециметр болады. Тіктөртбұрыштың периметрі 246 сантиметр, ал ені 30 сантиметр болса, ұзындығы неге тең? Ұзындығын табу үшін
дәл солай бөле саламыз. Тік төртбұрыштың периметр екен, бұл жерде бөле сала алмайды екенбіз. 30-ға 30-ты қосамыз. Қарама-қарсы қабырғалар бір-біріне тең болғандықтан ол бізде 60 болады. 246-тан 60-ты азайтамыз. Шыққан санды 2-ке бөлінеміз. 93 болады. Екі жағы тұйықталған сызық ол кесінді деп аталады. Сандар тізбесінің жалғасы дейді. Бұны жазып түсіндіремін. Так, келесі 145.326 санының разрядты қосылғыштары. Бұл жерде разрядты қосылғыш деген 100.000 қосу, 40.000 қосу, 5.000 қосу, 300 қосу, 20 қосу, 6 деп қосып шығамыз. Мына жерде бос орындарды толтыр депті. 100 көбейту 5, 10 көбейту 5, 1 көбейту 5 деп шығарамыз. Жазық пішінді геометриялық фигуралар қабырғаларының ұзындығының қосындысы, ұзындықтарының. Ол әрине периметр деп аталады. Кему ретімен берілген қатар. 3 ай 23 сағат, 8 тәулік 3 сағат, 9 сағат 54 минут, 540 минут дейді. Бұл жерде енді есептің варианттарына қарап отырып, асықпай белгілеу керек. Центр деп аталатын нүктеден бірдей қашықтықта жатқан нүктелердің жиынтығы тұйықталған сызық ол шеңбер деп аталады. 10, 820, 730, 340, 550, 460, 300 болып солай кете береді. Жалғасын солай тауып аласыз. Шашының қасиеті. Яғни бұл жерде ондықтар көбейіп жатыр, жүздіктер азайып жатыр. Мән беруіміз керек. Шашының қасиеті. Барлық қабырғалар тең шашының. Оңай сұрақ. Төртбұрыштың қасиеті барлық қабырғалары өзара тең болады. Қос теңсіздіктің шешімдер жиыны дейді. К 3-тен үлкен, 6-дан кіші, яғни 3-тен үлкен, 6-дан кіші бізде 4 пен 5 деген сандар болады. Математикадағы пікірдің түрлері. Ақиқат пікір, жалған пікір, аксиома, яғни дәлелдеуді қажет етпейтін. Ауладағы сенбілікке 420 адам шықты. Олардың ер адам, әйел адам деген жаңа келген есеп қайталанып келіп жатыр екен. Бос төргіздегі тиісті сан дейді. Яғни мына бір саннан, белгісіз саннан x қып тауып алсақ та болады. 20.789 алған кезде 106.198 шығу керек. Яғни бұл кезде x қыпты ұзақ қып шығармастан мәніне, айырманың мәніне азайтқышты қосып жібере салсақ та болады. Белгісіз екінші көбейткішті тап дейді. Белгісіз екінші көбейткіш. Бірінші көбейткішіміз 1. Екінші көбейткішіміз 0 болғандықтан бізде жазылмай кеткен. Ондыққа ештеңе түспеген, қайтадан айналып келгенде жүздікке 243-тің өзі түскен. Яғни ол жерде тағы да 101 деген сан болады. Так, 60-шы сұрақ. Осы 60-шы сұрақпен тоқтайық. 55 көбейту 100 қосу 890
396 көбейту 19 азайту 452 өрнегінің мәнін тап депті. Бұл жерде бірінші орында алатын амал 55-ке 100-ді көбейтіп аламыз. Одан кейін 896-ға 19-ды көбейтіп аламыз. Екісі шыққан санды бір-біріне қосып, одан кейін барып 452-ні ең соңында азайтамыз. Нәтижесінде 22.072 деген сан шығады. Назарларыңызға рахмет. Ары қарай жалғасын салатын боламын. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп кетіңіздер.